Сәлем достар, сенімен бірге мен Арайка, наныма қош келдіңіздер. Бұл менде новый блог. Менің видео салмағаныма где-то уже 10 минут болып кетті. Вот, мен таңымды атырып жатырмын сағат 9-да. Потом уже бүгін оразаға уже бір күн қалғаннан кейін уборка жасап тастаймын деп шештім. Үйді тазалаймын деп шештім. Рамазан айына таза болып кіруді шештім. Одан кейін осылай таңғы посудаларды жудым. Шынымды айтсам, сіздерге деп қандай видео түсірсем екен деп көп ойланып жүрмін. Комментарияға өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Осылайынан душ бөлмесіне уборка жасап болатынмын. Тазалап осы жақты жинадым. Вот, как вы видите. Осылайынан мына жақтағы қоқыстарды сыпырып шықтым алдымен. Вот, потом пол жуу үшін осылай су құйдым. Мынандай новыйдан алғанбыз ғой осыған, Потом осылай осыны жууға дайындадым. Сіздерге қандай видеолар ұнайды, комментарияға жазып кетіңіздер. Мен соңғы видеом 200 қаралым жинап тастапты. Сіздерге алғысым шексіз. Сіздерге ол видео ұнаған секілді. Одан кейін осылай полды жуып шықтым. Маған мынау шлабрап прям ұнап қалды. Өте күшті жуады екен. Қазір бізде сағат 7 уже. Бұл менде таңертеңгі блог болған, ал мынау кешкі блог. Кешкі асымызды ішіп болып. Осылайынан жинап тастадым. Посуданы жуып тастадым. Вот, осылайынан переход жасадым. Одан кейін осылай бүгінгі менің образымды көрсетіп тұрмын. Менің образым бүгін осылай болды. Шашымды балетский етіп түйіп кеттім. Вот, өзіме прям ұнады. Енді басым ауырып тұр. Бұл басты қысады, білесіздер. Одан кейін осылайынан бұны шешіп тастадым. Сіздер менің ойымда әр апта, әр күн сайын сіздерге деп арнап видео түсіру ойында бар. Әр күн сайын салып отыруды челлендж ретінде қабылдағым келіп жүр. Вот, шашыма еркіндік беріп, прям өзіме ұнап тұрған болатын. Шашымды түксеген жоқпын. Осылайынан бетімді жуып алдым. Уже ұйқыға дайындық болып жатыр. Менде сабақтан кейін сразу ұйқыға дайындық басылады. Тамақ шай ішіп болғаннан кейін. Вот, өз ойларыңыз комментарияға жаза кетіңіздер, лайк басыңыздар. Достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Шынымды айтсам, қайта бермей. Вот, уже все. Шынымды айтсам, егер де досымнан байқасаңыздар, бүгін монтаждамасам, басқа күндері ол ертеңге қалып кетеді. Еншектен ертең өтпей, әйтеуір бұл видео соңында монтаждалмай қалады. Сондықтан да қазір сіздерге деп арнап, ертерек видеоға монтаждап тастаймын деп шештім. Бүгін сіздерге ештеңе түсірмедім осы уақытта, сондықтан да бұл видео менде мини-влог болып шығатын болады. Осыдан түсімді чистить етіп тазалап тастадым. Қазір ұйқым келіп, уже ұйықтайын деп жатырмын. Скорее всего, уже ұйықтаймын қазір. Сіздерге монтаждаймын, сразу ұйықтап қаламын. Мен мектепке бардым, содан кейін бәлкім шаршап жатырмын. Сонымен осы видеома лайк баса кетіңіздер. Осы видеом соңына дейін жетті. Менің сейсенбі күнім қалай өтті? Айтпақшыдай, сіздерде жер сілкінді ме? Достар, всем пока. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.